Шымкенттік өрт сөндірушілер мультфильм сүруге кірісті. Бебеу деп аталатын туынды алғашында балаларға арналған суретті кітапша болып жарық көрген еді. Енді анимациялық бейне туынды ретінде көрерменге жол тартады. Жоба авторы Ерке Бұлан Тасқараев төтенше жағдайлар саласында еңбек етсе де өз жұмысын шығармашылықпен шыңдап келеді. Әріптесім Нұрбек Байбосын Бебеуді көріп қайтты. Ерке Бұлан Тасқараев төтенше жағдайлар қызмет саласында 2010 жылдан бері еңбек етіп келеді. Оның бүлдіршіндерге арнап жазған әңгімесі әуелі комикс кітапша ретінде жарық көрді. Кейін тақырыбы ауқымы кеңейіп, өзекті жобаға айналды. Бебеу деп аталатын туындыны автор биыл мультфильм етіп шығаруды жоспарлапты. Ерке Бұланның бұл ұсынысын басшылығы да қолдаған. Жуырда ол анимациялық студиядағы мамандармен бірлесіп туындының трейлерін шығарды. Көмекке келдім әке. Бұл енді бұның негізгі мақсаты қазіргі таңда балдарға жаңағыдай өрт сөндіру үнемі бізде болып жататын. Мысалға үйлерде жаңағыдай балдар қараусыз қалып кетеді. Олардың қараусыз қалып кеткен екен, жаңағыдай әртүрлі жаңағыдай тоқ желермен ойнайды. Болмаса жаңағыдай сіріңкемен ойлап, абайсызда өрт шығып, балдардың қайтыс болу оқиғалары тіркеліп жатқандықтан біз осы мәселені қолға алып, жаман нәтиже болған жоқ. Бұның көмегі тиіп жатыр. Балдар жаңағыдай қарап, өрт сөндіруші машинаның жаңағыдай баласының бір-біріне деген жаңағыдай жұмысқа кетіп баратқан кезде өрт сөндіру машинасының баласының сол әкесіне деген жаңағыдай жұмысына қызығушылық тудырып, қайырымдылық көрсетіп, өрт сөндірудегі біздің жұмысымыздың бір шетін көрсету болды. Анимациялық туындыда өрт сөндірушілердің күнделікті өмірі көрініс тапқан. Мысалы, Бебеуде әкесі сияқты өрт сөндірушісі болғысы келіп, бір күні әкесінің жұмысына барады. Бірақ әкесі оның әлі де жас екендігін айтып үйіне қайтарады. Қайтар жолда Бебеу түрлі оқиғаларға тап болған адамдарға көмектеседі. Осы арқылы біз өрт сөндірушілердің қызметін көрсеткіміз келді дейді Ерке Бұлан. Ол бұл жұмысын биылғы азаматтық қорғаныс саласының 25 жылдығына арнамақ. 15 жыл бастаған болатын. Негізгісі бұл жобамен мен 1 жыл жұмыс жасадым. Ең бірінші бұның текстін, мәтінін әзірлеп шығару керек болды. Бұл өрт сөндіруші Бебеудің тезірек өрттерге шыққысы келеді үлкен. Келе жатып жолда бірнеше оқиғаларға тап болады. Өрт сөндіру құтқарушы болудың оңай емес екендігін түсініп, кейін біздің Көкшетау қаласында Көкшетау техникалық институты орналасқан. Сол жерге оқуға түсіп, сол оқуды бітіргеннен тоқтайды бұл жер. Бұл жобаға қолдау көрсету үшін қалалық әкімдікке ұсыныс жасалыпты. Трейлер ретінде танылған Бебеудің толық метражды мультфильм болатын күні де алыс емес. Ерке Бұланның ендігі арманы оны келешекте сериалға айналдыру. Мұндағы мақсат қызмет барысында ерлікпен қаза болған әріптестердің өмірін көрсету дейді ол. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Хабар 24 Шымкенттен.